Саламатсыздарбы, құрметті оқушылар. Бүгін біз Crazy Talk 8 PPL бағдарламасымен жұмыс жасауды жалғастырамыз. Бүгін біз өзіміз жасаған сурет бойынша анимациямызға дауыс, яғни дыбыстарды қалай енгізетінімізді көреміз. Және біз осы бағдарламамызға жаңағыдай тағы да қандай мүмкіндіктері бар соны байқайық. Ең әуелі біз персонаж кейіпкерімізді таңдаймыз. 2-ді, 3-ті. Мен айырмашылық жоқ, 2-ден ала берейін. Кез келген персонажды алайын бұл жерде. Мысалы, ала салайық. Ары қарай, мына үлгідегідей жаңағыдай белгілерді қойып шығамыз. Қазір өзіме жақындатып алайын. Мына бұрын қызыл суретіндегідей болу керек, белгідегідей. Осылай дұрыстар болды. Ары қарай, next. Өзіме керекті облыстар бәрі сәйкес келіп тұр. Мүмкіндігінше жақындатып алайық. Созайық. Next. Арман қарай. Дұрыс. Суретті алдық. Енді осы персонажымызға біздің дауысты енгізу үшін мына батырманы басуымыз шарт. Аудио файл таңдаймыз. Одан кейін бұл жерді таңдаймыз. MP3. Сөйтіп, толық моды дегенді қою міндетті. Егер толық модын қойсаңыз, мына біздің кейіпкеріміз аузы жыбырлатып сөйлейді. Егер listen модын қойсаңыз, онда ол бізді тыңдау керек. Мына lip sync only деген бұл келесі сабақтарда түсіндірілген нәрсе екен. Бұл ұзақтау. Басайық. Сәлем оқушылар. Бұл Crazy Talk 8-1 PPL бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер осындай дауыс қоя аласыздар. Әдемі емес пе? Енді келесі мүмкіндіктер деп отырмыз ғой. Мына батырманы бассақ, естеріңізде болса, бұрын Cartoon Animated 4 бағдарламасында осындай Face Puppet деген батырман болатын. Бұл жерде де осыны қолдануға болады. Енді жаңа әйел адам болғанда қыз баланы алайық. Бұл жерден превьюді бассаңыздар, қазір please қараңыз, не әрекет істейді, көрдіңіздер ғой. Келесін алып қарасақ, не әрекет істейді деген. Ал енді осы анимацияны мен жаңағыдай дауысты жүргізіп барып, басып көрейік. Бірісін алып көрейік, рекорд. Сәлем оқушылар. Бұл Crazy Talk 8-1 PPL бағдарламасы. Келесін алып көрейік. Басқасын, рекорд. Бұл бағдарламада сіздер осындай міне дауысты қоя аласыздар. Әдемі емес пе? Сонымен қатар, біз өзіміздің кейіпкерімізді әншіге айналдыруымыз болады. Әншіге. Мына басамыз. Мысалы, кез келген өлеңді қоя салып болады. Мысалы, Қайрат Нұртастың өлеңін қойып, толық моды. Бұл 3-4 минуттық MP3 файлдар болғаннан кейін кішкене ұзақтау жүктеледі. Ештеңе етпейді, күтсеңіздер болады. Пайызын демін жүреді. Одан кейін тыңдап көрсек болады. Біздің таймлайнымызда қандай өзгерістер бар екен қазір байқайсыздар. Әдемі емес пе, өте әдемі. Яғни сіздер өздеріңіздің туындыларыңызды арман қарай одан да дамытып, өз дүниелеріңізді жасасаңыздар болады оқушылар. Бүгінгі сабақ түсінікті шығар деп ойлаймын. Біздің каналымызға подписаться етіңіздер, және таратыңыздар, және толық көріп шығыңыздар. Бұл сабақ әлі де жалғасын табады. Келесі жолы. Бүгін қазір мен сіздерге біздің кейіпкерге дауысты қалай қою керек екенін үйреттім, және осы дауысқа қалай әртүрлі мимикаларды қосуға болатынын үйреттім. Сонымен қатар осы кейіпкерімізге әншінің музыкасы мен дауысын қалай қою керек екенін үйреттім сіздерге. Қазір байқаймыз. Жүктеп болды. Жалпы түсінікті шығар деп ойлаймын оқушылар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.